Бұл ессіз, меңіреу қараңғылықтан Айша қорқып жүрген жоқ. Оны бүгінгі күннің қырсығының бірі деп біліп, қарғап ұрсып, күймен жүр. Түпсіз тұңғиық қараңғылықтың ішінде бір түрлі бір, жабысқан дымқыл салқын түн сызымен бірге, әлденеше көгеріп базданған шірік иісі де білінеді. Айша бүгінгі шеккен азабымен әлі күнге айықпай тұрған ауыр ойларының әредігінде бұл иісті талай рет ұмытып еді. Бірақ артынан қазіргідей еріксіз қайта табады. Өне бойы оттай жанып, қыстығып кеп, бұл не пәле? Қайда кеп түстім, сорлы басым-ау, дегенде қазіргі тұрған орны бұрын ат-қатағын естіп көрмеген құбыжық зындандай көрінеді. Өйткені ол айдалада жападан жалғыз тұрған базгілеттің ішінде. Айналасы құлан елсіз. Кем қойса 5 шақырымнан жақын жерде ешбір жан иесінің мекені жоқ. Өзі жым-жырт, қап-қара дала түні. Неткен ұзақ түн. Айша бұл күйге түскелі қашан? Жалғыз басы. Жап-жас әйел. Өзіне өзі жаны ашып бір сәт көзінен жас ыршып босаңси бастайды. Бірақ сол арада лезде өзінің сілейіп бос тұрып қалғанын байқап тағы қарманады. Асыға еңкейеді. Сипалайды. Баяғы құрғыр екі тақтай. Бұның ұзын бойын талай рет тегіс сипап, ине жасуындай жер қалдырмай қарап өткен. Далбасалық па, тағы сипай түсіп қайта түңіледі. Қай арада тұрмын? Есік қай жағымда осы дегенде Айша басын көтереді. Көзі қарауытқан ба, әлі бітті ме? Сонау биіктегі кішкене сәуле, терезе болмыс қазір басқа жаққа аунап кеткен сияқты. Тесік екінші жаққа шығып қапты. Сол жағында есік болу керек еді. Орнында жоқ. Үй іші шыр айналып бара жатқан сияқты. Жан-жағына қолын созып әр нәрсені сипалап көріп еді, ешбірін танымайды. Одан әрі үлкен тесік үңгір. Аяғын өзі тұрған тақтайдың бойымен баса беріп еді, күрс етіп төменге құлап түсті. Екі тақтайдың бойын баспай, басы айналған бетінде аяғын қуысқа қарай басыпты. Маңындағы тақтай ма, сырық па бірдемелерді тарс-тарс еткізіп қаға құлағанда өз дабырынан өзі шошып келді-ау кесел. Жеттік-ау, деп сырттан аю күткендей боп, үндемей қатып бүрсе қап еді. Аздан соң есі кірді, байқайды. Өз демінен бөлек дыбыс білінбейді. Сол арада жаңылған жерінде жантайып отырып есін жимақ болды. Баздың ішін бастан аяқ көз алдына келтіріп, оймен топшылап, жорамалдай бастады. Отырған күйінде айналасын көп сипап, бірталай нәрсені таныды. Тесік сәуле де өз орнына қайта барып тұрған тәрізді. Енді осы отырған орнынан қадамдай жерде сол иығының тұсында есік болу керек. Астыңғы қуыстың ішімен еңбектеп, сол есік бар деген жаққа қарай ақырындап жылжи бастады. Басы бір қатты нәрсеге соқтықты. Еден орнындағы сирек тақтайлардың бірі екен. Астынан өтіп қабырғаға жетті. Тағы бір-екі тақтай бар екен. Арасынан қысылып, зорға көтеріліп, қолын қабырғаға созғанда, есікке ілінді уы. Бұл адыра қалғырда дәрі болды-ау, тұтқасын ұстап тұрып, оң жақ бұрышқа қарай бір адым кейін басты. Осы арадан құлағамын, кенет әкесі есіне түсті. Бар болғыр, қор бишара, әке больш игілік көрсеткен күнің бар ма еді, деп сол орнында тұрып тағы да аяғының астын сипалайды. Тақтай. Ойлана бастады. Сол уақытта тақтай үстінде мейім. Жоқ па еді? Есіне түсіре алмады. Жарыса келген қатқабат ойы тағы әкесін көлденең тартты. Сүйретіліп нең бар еді бишара, екі нардың ортасында шыбын өледі деп. Осымен қатуланып тағы да аяғын андамай аттап қалғанда, бағанағыдай және де күріс беріп құлап кетті. Бұл кілеттің асты базға арналған шұңқыр. Үсті сирек қып салған аз тақтай еді. Түн түгіл күндіздің өзінде де шаммен жүрмесе, ылғи кісінің жамбасын сындырарлық оржыра болатын. Айша осыдан аз бұрын, осы баз ішінде өз ықтиярымен өзі қозғалуға жарайтын күйге жеткенде басына жарым бостандық алғандай шүкірлік етіп еді. Оның аржағы шынымен көреді. Бірақ мынадай боп құлап бара жатқанда, соңғы күйінде бұрынғының сыңары деп қалды. Қараңғыға күрс беріп, жан-жағын қармана құлағанда қолына еш нәрсе ілінбей жамбасымен ұшып түсті. Құлаған шұңқырының ішінде бір үшкір нәрсе ұршығына шаншыла тигендей болды. Сол секундта Айша етінің ауырғанын,
бойының талмаусырағанын ұмытып сол қолымен жамбасының астын сипап жіберді де, көлденең жатқан 6 атарды орта белінен ұстай, жұлып алды. «Я Құдай, берерсің. Бәсе, мен де адамның баласы едім қой», деп жүрегі орнына түскендей боп, аз тыныс алып, 6 атарды көкірегіне басып отырып қалды. Ең соңғы халінде Айшаның басқа бір нәрсені ойламастан барын салып, тыным таппай, осы меңіреу қараңғылық ішінде жалғыз іздегені осы 6 атар еді. Осы баз ішінде бағанағы бір кезде өз қолынан жоғалтқан 6 атар. Айша орнынан асықпай тұрып есікті қайта сипалай беріп, «Байым, бәсе байым екенің өтірік пе еді? Қайдасың енді? Қайда кеттің?» деп тұтқадан ұстап сол иығымен нық итеріп есікті аша берді. Бұл есік ашық. Жабығы бұның аржағындағы есік болатын. Соған қарай аттай бергенде, сыртта тасырлап кеп қалған көп аттың түсірін есітті. Келіп қапты. Үзеңгі тұрман шылдырлап, алды түсіп жатыр. Есікті қайта жамылып, саңылау қалдырып Айша тына қалды. Көз алдынан бағана таңертеңгі тып-тыныш, апаман тұрған көңілді өмірі сөне бергендей болды. Адал еңбекпен күліп ойнай өткізіп келе жатқан колхоз күні, қалетсіз еңбек күні енді міне мынадай шым-шытырыққа соқты. Шатқаланға ұрынды. Өзге дүниені көрмеске, саған ермеске ант еткем, дегенде оң қолы 6 атарды нық ұстап, сенімді күйде салмақтап алған сияқтанды. Бұрын атып көрмеген. Бірақ қазір бойна, бұрын өзі шамалап көрмеген қажыр біткен тәрізді. Бекінуі берік. Енді 6 тардан құр оқ шығару ғана емес, жауын жайратуға да жарайтындай. Бар дүниеге қол сілкіп, көз жұмып, бірақ 6 атарға ғана бойсұнғандықтан енді өзін өзі ширата беріп. Ал колхоздың мақтаулы ударнигі, шын ударник болсаң басыңды қорғай біл, деді. Шұбала берген етегін сол қолмен көтере жиып ап еді. Басындағы үлкен орамал қайта-қайта шұбатылып бетіне түсе береді. Және тың-тыңдауға құлағында кептей берді. Тыстағылардың тықыры жақындап қалды. Бәрі аттан түскен, енді есікке кеп қапты. Сол уақытта Айша басындағы орамалын төмен қарай сыпы жұлып тастап, есіктің саңлауына сол жақ көзімен қадалып, жабыса қалды. Төменіректе, кеудесінің тұсында 6 атардың жалғыз көзі де осы саңлаудан сығалап тұр еді. Бір күшті дене сыртқы есікті сықырлата басып тұрып, сол сырт жағындағы бастырғын алды. Енді міне деркез. Дәл осы халде Айшаның жүрегі аттай тулап, сабырынан айрылып болшы бол дегендей болды. Бағанағы қатаң беріктік енді ала сұрған дегбірсіздікке басты. Барлық ақыл, сезімі еш нәрсені болжатпастай боп соққан, тұтқиылдан шыққан алай-түлей құйын ішіне түсіп кеткендей болды. Құлағы да шулап, дүние азан-қазан боп бара жатқандай. Сонда да көзі саңылауға қадалуда еді. Сыртқы есік ашыла берді. Соның қалпағы. Келіпті. Жетіпті. Кім болушы еді ол емей. Айша басып жіберді. Қараңғы үйдің іші түтін мен от боп бұрқ берді. 6 атардың дауысын өзі естімей қалғандай да болды. Көздегенде жоқ па немене? Қолы алғашқысы бейнесі көрінбей тұрған кезде бір бетке оқталып тұр еді. Сонымен жібере салған сияқты. Тыста бірдеме айғай, дабыр, шу бар сияқты. Айша ұқпайды. Естімейді. Өлмеді. Тимедің? Көзін жұма бере тағы да басып қалды. Сол уақытта айғай да шықты. Алдында 2 рет. Ақырып сөйлейін дегенде тамағы жабысып, үні шықпай қалған еді. Енді шығар жолын жыртып айырып, зорға дегенде үзіле қарлыға шыққан үні. Өлтіріп аласың. Енді мен саған жоқпын, деді. Тағы бір атты. Тыста шу, айқай, не деп жатыр? Кім сөйлейді? Естілмейді. Құлағына үн жетер емес. Бағана көрінген дене енді жасырынған. Әлде құлаған ба? Жоқ. Жүрегі бұрынғыдай атша тулайды. Құлағында шу, сол уақытта мылтық атылып кетті. Өз мылтығы ма? Жоқ. Баспаса керек еді ғой. Тағы атылды. Жаңа ұқты. Атып тұрған сырттағы жау екен. Бұны атқаны, бәсе атсын. Құшағым керек қой менің саған,
деп тағы атып жіберді. Жауыз жауым. Өлдің бе, жоқ па, тағы басып қалды. Бірақ, ойпырғау, бұл не? Атпады ғой. От шықпады ғой. Тағы басып қалды. Тағы да от жоқ, құршырт етті. Бітті. Оқ біткен еткен ғой, сорым бар басым. Сол уақытта тыстағы дауыстар арсылдай қоя берген сияқтанды, оғы бітті. Бітті, кір. Ұста жауызды, дескенін ғана сезді. Айша жалт берді. Бағанағы шұңқырға тағы құлап кетті. Бірақ жығылған жоқ. Артымен шұңқырдың жарына тіреліп, екі қолмен ернеуіне жабыса сүйеніп, есікке қадалды. Жарық келеді. Көп аяқтың дүсірі кеп қалды. Шықыр етіп шалқасынан есік ашылды. Жауыз, дегенде Айшаның шашы талданып бетіне түскен. Екі көзі шарасынан шығып шатынаған, иегі дір-дір етіп, тістері сақылдайды. Жарықпен бірге 3-4 бас көріне берді. Ойпырғай, сұмдық-ай, Айша бетін баса қалды. Кіргендердің ең алдында Қасен. Сол қолынан саусағының бәріне тарамдап қан дірдектеп ағып саулап тұр. Атжағы тістенген, өңінде қан жоқ, қоп-қол. Тағы бірнеше таныс пішін көрініп қалғандай болды. Бірі Самат, ферма бастығы Самат тәрізді. Сол уақытта жүзі шыдамай Айша бетін басып, төмен тұқыра берген. Үнсіздік ортасында тастай суық, зілдей ауыр ашу айқайы, қатал айқай саңғы етті. Қасен үні, жүзі қара, менің қатыным екен десем, әлі де жау қатыны ма едің, дей беріп тап берді. Оң қолында қарыс қара пышақ. Айша көзін жоғары көтеріп аша берді. Шарасынан шыққан көздері енді жасқа толған. Қасенге қарай үнсіз қарсы ұмтылды. Ендігі қозғалысында алысу ниеті емес, жығылған, сөнгеннің белгісі бар. Ұмтыла беріп, әлі құрып, Қасен қармай бергенде, жарығы, жаздым деп күрт құлап түсті. Талып түскендей болды. Қасен пышағын жоғары көтерген күйде үстіне қона түсті. Сол секундта тамағы қырылдап, пышағын құлаштап қайра сермеп ап ұра берді. Бірақ қолы орта жолда бірдемеге сарт етті, ұсталып қалды. Қанталаған көзбен қайырылып қараса, қасына жетіп келген Самат. Бұның пышақ ұстаған қолын қос қолдап ұстап тұр екен. Жіберші деп Қасен бұлқына бергенде Самат сабырлы, бірақ әмірлі қатты үнмен тоқта. Мән бар. Тұр бұлай, деп Қасенді Айшаның үстінен жұлып алды. Бұл уақиға облыс орталығынан жырақ жатқан. Шекараға жақын ауданның бірінде Талдыөзек колхозының қой фермасы жайлаған өлкеде. Июньге қараған түнде, түн жарымы шамасында болған еді. Әңгіменің басы шәлтіктен басталады. Ажымды сұрғылт жүзді, бурыл сақал, имек шал шәлтік. Өткен түн таң алдында осы базда жалғы жатқан жерінен шошып оянды. Бұл баз тұрған жер, қой фермасының жазғы қонысының бірі болатын. Сондайда май сақтайтын орны осы баз еді. Талдыөзектің түні суық келеді. Ол бір жағынан белдемесін тоңазытыпты. Екіншіден, көзін ұйқыдан аша бере құлағына бір жат дыбыс ілінді. Кейін өз айтуынша, ыңжың, ушу, толайым жерде айқай, көкте айқай. Тәңір, жымба перме, деп басын көтере берді. Таң қыландап келеді екен. Аңғарса шулап-улап жүрген қасқыр екен. Шәлтік тегі батыр емес еді. Одан бері де жалғыз шал, қарауылшық жау түсіріп, бәрі айдындыратын не қауқары бар дейсің. Ескі алашасы мен тонын сүйреп әуелі баздың төбесіне шықты. Қысы жазы басынан түспейтін сеңсең қара тымағының құлағы шарт байлаулы еді. Сол байлауын шешпестен тәуір естейтін оң жақ құлағының тұсындағы сеңсеңін тымақтың ішіне қарай жымырып тұрып, басын олай-бұлай бұрып құлағын анда-мұнда төсеген болды. Қасқыр әлі де оқта-текте олып қояды. Бірақ қай жақта екенін шәлтік тарс аңғара алмай қойды. Ұлуы тынбаған соң, дөң айбат қып, тұрған орнынан тапжылмастан тепсініп, ой, қайт. Айтақ, деген болды. Аяғында кеп, қай жақта екенінде нем бар әлі соның. Соғып алам деймін бе, мүрдар басым. Шілденің кәні қой, кісі жемес, көнің кепкірдің әзер көні кеуіп қалса да, деп қайтадан бұрынғы орнына барып жатқысы келді. Сонымен енді аяғын тұрып басып тұрған орнында айнала беріп еді. Қасқырдың шулағаны тағы естілді.
Енді тіпті жақын. Өзі дақпыртына қарағанда нақ бір қора қасқыр сияқты. Шәлтік тамсанып, басын шайқап біраз тұрды. Көзін тырмалап қарасын көрейін дегендей қып еді. Ешбірінің бойы көрінбеді. Қораның төбесіне жатсам ба, деп тағы бір ойланып жерге отырып көріп еді. Астының бәрі сықырлап кетші кет деген сияқтанады. Осы көпірден құлап шонданайым сынар ма екен мүлде, деп Шәлтік қайта тұрды. Бұл жолы қасқырда жазық жоқ еді. Бірақ Шәлтіктің құлағына тағы қасқырдың ұлуы шалынғандай болды. Ыза боп кетті. Әй, тұқымың құрғыр омай өнесі екен, қайта-қайта шулап. Ал жеп қоярсың. Жей қойма, мына менің қатқан, деп арт жағы өрмекшінің артындай боп дүңкиіп тұрған көн шалбарының бұтын салдырлата қағып-қағып қалды. Бұл екіленуінің себебі жасындағы бір ісі есіне түскен еді. Ақтабан ат деген жалғыз атымен дәл осы Талдыөзектің қалың шиінен бір тайыншадай қасқырды анау хон батыс жақтағы сары адырға қарай айдап шығып, ерікке қоймай қуып жетіп, құр қол күйінде үзеңгі бауын ағытып алып ұрып жығып алған еді. Тегі қасқырдан Шәлтік қорқып көрген еместі. Осымен жерге қайта түсіп, баяғы орнына қайта жатып қалды. Бойын бір тоқтатып алса да, енді сергек жатыр еді. Таң салқынынан тоңазғандықтан ба, немене қалғып кетіпті. Жатқан жері баздың ішіне түсетін есікке жақын еді. Бір мезгілде тағы сескеніп барып көзін ашты. Еш нәрсе көрінбейді. Бірақ баздың іші салдырлап барады. Апыр-топыр бір ойнақ. Алдында қасқыр ұлып маңайлап жүргенде, құлқының құрғыр. Осында бір қазына жатыр. Құйрық жатыр деп жүрсің ғой, деп бір кекетіп қойған еді. Бірақ соны айтса да, осы баздың исі айдаладан мұрын жарып, мен мұндалап тұратынын есіне алған. Енді ояна беріп жаңағы әбігерді есітті де ақырын сүйретіле кеп, сыртқы есікке ілінді. Содан бөксесін зорға сүйреп тұрып, есікті сарт еткізіп жаба қойып басып тұрып. Бәлем жаман шие бөрі. Шәлтікті сен жерме екенсің, сені Шәлтік жерме екен. Деп қоразданып жауланып есіктің сыртқы шотын салды. Бұл уақытта таң әбден ағарып атқан еді. Қаужаңдап жүріп бір үлкен сырғауылдың сынығын әкеп, сыртынан оны да бастырық қып есікті мықтап тіреп жауып қойды. Содан кейін айналып баздың екінші кішкене терезесіне келді. Көп сығалады. Әрі қарап, бері қарап жүріп, ақыры баз ішінде төменгі шұңқырды тімтініп, тіміскеленіп топырақ атып бұлқан-талқан боп жатқан екі долы қасқырды көрді. Солғақ екен Шәлтік. Анау-мынауды қойып, өз басының ендігі ерлігін қаңтара тұрып, колхозға қарай салып еді. Күн шығар шықпаста Шәлтік даурығып кеп бастықтың орынбасары Қатпаның есігін қақты. Есік алдына көйлек дамбалшан келген Қатпа арық шұбар бетінің барлығына ұйқы ұялап тұрған күйде бір көзі жұмулы, бір көзін сығырайта ашып бұны танып, сирағын қасып тұрып. Қу шал, құтырып кеттің бе, не болды? Деп қарсы алып еді. Несін айтасың, қарағым Қатпажан? Екі қасқырды баз ішіне байлап келдім, дей беріп еді. Анау аяғын тыңдамастан, сол ма? Жынданған шығарсың өзің, деп есігін қайта сарт еткізіп жауып алды. Қарағым, қасқыр өлтіріп алатын кісі. Деп Шәлтік жабық есікке жалпылдап қала берді. Басқаға ана жүніске барып ұстап әкелсін, деп есік үні өшті. Осымен тағы бір-екі есікке түртініп жүріп, аяғы екі колхозшыны тұрғызып ертіп келді. Бейсенбай мен Садық еді, пішенші бригадасынан. Олар да ұйқысы шала. Бастық бұйырады деп айдап жіберген. Аттарына міне бергенде Шәлтік кеп жерен Байталдағы Садықтың артына мінгесті. Жолшыбай қамаулы қасқыр дегенді естігеннен кейін анау екеуі басқа еш нәрсені сұраған жоқ. Бірде шауып, бірде желіп Шәлтікті сөлектетіп, құйрығы жауыр болған кезде базға жетті. Аттарынан түсе сала бір-бір сынық сырық тауып терезеге келісті. Қараса терезе өзі таптар. Ол баздың төбесіне жақын биікте тұрған. Бір кісінің басы зорға снятый тар тесік еді. Соның шынысы күл-талқан боп жатыр. Өңіліп ішке қарасты. Ешбір дыбыр да жоқ. Қасқыр да жоқ. Құдай төбеңнен ұрғыр Шәлтік ұйқыдан қалдырып, деп Садық кейін шегініп кетті. Садық пен Бейсенбайдың ұйқысы ашылған еді. Енді қасқырдың құтылып кеткені үшін шалды ажуалап күлкіге айналдырып,
болғаны енді сол болғанға. Әрі құтылып кетіп, әрі қырсыға атып тұрғанын көрмеймісің дескенде, Шәлтік жерге отырып түндегі әңгімесін ағытты. Екі сөзінің бірінде белімнен аттап кетіп шойырылды міне, деп қойып, кәпірдің өзі осы қолымнан тығып міне, деп түрулі есікті жұдырығымен ұрып отырып, мынаны ішіне бастырып кеткем. Енді міне белімнен аттап. Кедейдің аузы асқа тисе, мұрны қанайды деп белімнен шойырылып, Садық пен Бейсенбай күлді де шал сөзін аяқтатпастан аттарына мініп жөнеле берді. Бұлар кете бергенде Шәлтік «Уау түге» деп сұқ қолымен ымдап қайырып ап, жүзі тұмсарып, өзгеріп ап, «Уа, бастыққа айт, қасқыр аттап міне белім шойырылып қалды. Кісі жіберсін». Колхозшы шал аштан өлсін деп пе еді. Кісі жіберсін, деп тапсырып қалған. Аналар, жібертейік, айтайық. Енді қасқыр келсе тек айрылма, десіп жөнеліп кеткен. Осыдан Шәлтік күн ұзын сол есік аузында бүк түсіп жатып қойды. Жалғызғақ ұлы сәске кезінде шай қайнатып ішті. Түс ауа бергенде ыстығын істеп бір қоректеніп алды. Бірақ қасқырдың ызасы бүгін күн бойы есінен кетпеді. Анда-санда тамсанып, басын шайқап қойып, өзімен өзі күңкілдеп сөйлеп қамап кеттім. Терезені сындырып, кәріп құзғын, тұрмасын дедің-ау белімнен аттап, деп белінен аттағанын көрмесе де, сол жайда айта-қайта аяғында әбден даусыз нәрседей иланып алды. Сонымен бүгінгі күн өтіп, кеш батуға айналды. Келесі түннің уайымы тағы жылжып қайта қаптап келе жатыр. Күн батар кез еді. Бір дүсір шықты. Бұрылып оң жағына қарай беріп еді. Бағанағы жирен байталға мініп келген Айша екен. Шәлтік елең етіп, көңілі жадырап қалды. Немене, қасқырдың хабарын есіттіңдер ме? О, кәпір, мүлде қылды ғой қыласыны, деп әңгімесін тағы шұбыртып жатыр. Айша атын қораның сыртына байлап келіп шалдың жайын сұрап, бұның ұзақ әңгімесін бір жерінде тоқтатып, ана бірінші базға барып. Жаңа кешке содан қайтып әкең сырқат көрінеді, түнде қасқырдан шошынған ба, немене? Барып соның жайын біл және баздың іші бүлінбеді ме екен, оны байқа, дегенде. Шәлтік сөздің мына аяқ жағын жақтырмай, бүлініп деп, ішінде дымы жоқ қу моланың несі бүлінуші еді. Деп қыңырайып мойнын бұрып салды. Айша ақырын күліп қойды. Бұл орта бойлы, толық етті, шымыр, тұтас біткен, қайратты әйел еді. Денесі жұмысқа піскен. Сом дене. Бет пішіні еркекшелеу келген, кесектеу пішілген қалпымен айрықша саналы, өзінше сұлу біткен пішін. Ақшыл сарғылт бетінде күнге күйгендік пен араласқан жұқалау қызғылт бар. Әдемі қара көздері мейірімді, ойлы көз сияқты. Әсіресе бектеу келген түзу біткен мұрын мұның дөңгелек бетінің жарастығын, келісімін толықтырып тұрған тұрызды. Әкесінің жаңағы қомпаңына аз күлгеннен кейін Айша өз сөзін тағы бастап, баршы. Бар деп қолды аяққа тұрғызбады қатпа. Не қып сонша жеделдеткенін білмеймін. Түнде қайтарында қараңғы болады ғой, қорықпас үшін мынаны салып ал деп, мына бір 6 атарды берді, деп Айша қойнынан мылтық суырып алды. Шәлтік, оқтаулы ма өзі, деп қолымен мылтықтың алқымына қаға беріп, кәпірдің аузын арман қарат, деді де, қарағым қатпа, маған жаны ашған ғой. Мынауың адам екен ғой, деп мәз болып қалды. Күн кешкіріп барады. Айшаның колхозға қайтуы керек. Әкесіне ала келген азынғаулақ шай, қант, оны мұнысын беріп, енді өзі базға кірді. Азынғаулақ қана ала көлеңке бар. Көп жері қараңғы екен. Әр бұрышына барып, күбі, шелек, тақтай, қалып сияқты ол пұлды түгендеп, енді есікке қарай жүре беріп еді. Баздың сыртында тасырлатып басып, жылдамдатып кеп қалған көп аттының дүбірін есітті. Бұл уақытта Шәлтік те елең етіп бұрышқа қарап еді. Мойны қашықтан шығып, тер басып келген емендей қатқан сұлу тор жорға ат сумаң үстінде кішілеу жұқалаң денелі жүргінші. Тағы бір сары атты, боз атты, жирен аттылар шыға келді. Батырғау, не сұмдық. Беттерінің көзінен төменгі жерінің бәрін орамалмен танып алған. Бұл уақытта Айша да арғы есіктен бері қарай басайын деп бір қарап қалып еді. Келгендердің бет пішіні жат болудан басқа, тақымдарына қыстырып алған мылтықтары да бар екен. Айшаның әлденеден дегбірі қашып, жүрегі су еткендей болды.
Өңі де сұп-сұр боп кетті. Жалғыз тапқан шарасы есікті тартып жауып ап, оң жақ босағада жабысып қатып тұрып қалды. Шәлтік ұялғаннан ба, жоқ ауырғанын жаңа сезгені ме, белін басып шойырылып қалды, белім. Бастырмай қалды. Шойырылып қалды. Қораған тәңір қырсығыма келген екен қой. Белімнен аттап кеткен екен ғой. Белінен қасқыр аттаса тұра алмай қалады деуші еді. Осы міне, сол болды сорым бар басым, деп қаңқақсады. Атлар сарт-сарт түсе қалды. Тақымдағы мылтықтарын қолды-қолына ұстай түсті. Боз атты ғана жерге түспей, өзге 3 аттың шылбырын алды. Шәлтіктің іші мұздап кетті. Түсі суық, бір жат жандар. Енді бәрібір неде болса қыларлық айла жоқ. Уа, кімсің, жандарым, деп апалақтап тұра берген еді. Алдымен келген жұқалаң жігіт, Құлайғыр, деп бір жолдасын түртіп, шалға қарай нұсқап қалды. Кеспелтек денелі, қолы темірдей Құлайғыр Шәлтікті алып ұрып, кеудесіне аттай мініп алды. Сөйтті де қынынан пышақты суырып алып, қонышына жанып ап шалдың көзінің алдынан жалтылдатып, тамағына тақап кеп, айт, жаның барында, кімсің? Қай колхоздыкісің, деді. Шәлтік ішінен елтіре қоймассың деп бойын билеп ап, Талдыөзек колхозынанмын, о несі екен? Дегенде Құлайғыр мұның онша қорқып, есі шықпағанын біліп тағы да үстінде отырып тыпыр-тыпыр етіп, тепендеп кеңірдегіне төніп келіп, өзің кімсің, айт шапшаң, деді. Өзім осы қораған базды, қу моланы күзеткен жаман шалмын, қарауыл шықпын, Шәлтікпін, деді. Жұқалаң жігіт Құлайғырдың иығынан түртті. Анау тұрып Шәлтікті талтиып, шал жиып жатқан жерінен жұлқа тартып отырғызып қойды. Шәлтік енді бір тыныс алғандай боп, кішкене қиялап әңгімені бейбітшілікке, әншейінге айналдырғысы келгендей боп, өй, жөн сұрамайсыңдар ма? Аналар үндемей аңырғандай боп қарағанда, мен көбігіппін, деді. Келгендерді бұл жұмсартпады. Құлайғыр тағы тепсініп кеп, Шәлтікті ызғарлы үнмен тергеуге алды. Колхоздан былтыр көшіп кеткеннің бәрі қайта кеп жатыр ма? Рас па? Келіп орнына жайласып, бәрі де адам боп қалды. Жұқалау жігіт үн қатып, келгеннің көбі кім? Алтыбай ма, Жәрке ме? Алтыбайы да Жәркесі де кеп жатыр. Шырағым, өзің біледі екенсің ғой, деп Шәлтік бұл кісіге үңіле беріп еді. Ол жылжып, сырт айналып кетті. Енді қайтып сөз сұраған жоқ. Шәлтік ішінен, апырау, осы кімнің даусы, деп таң қалды. Таба алмады. Бір жағынан Құлайғыр баспалатып барады. Колхозшы енді тоқпыз, жетістік дей ме? Ішіп жем жеткілікті ме? Ақ молайды. Колхоз ортасында мал көп. Жеке меншікке де шетінен сиыр беріп, қой беріп адам қып жатыр. Бүгін қайда адам боп кетті. Тек еңбек еткеннің жаманы жоқ. Ал өзінше. Қарық болғанның бірі сенбісің. Жетіскен екесің. Қу далада, қу тізеңді құшақтап, не айтасың? Шүкір, тіпті мен екеш, мен де аш емеспін. Құдай кәніки, тіпті арманың жоқ па, жалғыз осы киім жағы тапшылық қып тұр. Менің де еңбегім аз емес еді. Осы мына базды бар ма? Мен қаздым. Міне енді күзет. Жалғыз осы болмай, міне бәленшемді жабатын лыпада жоқ. Айтсам, аласың, әне міне дейді. Білмейм, түге Иван мен Мергенбайдың не қып, не қойып жүргенін, деп тағы да әңгіменің аяғын ерудегі сөзге сала бастады. Құлайғырдың қасындағы екінші кісі бағанадан үндемей тұр еді. Енді ғана даусын бұза маңқылдап сөйлеп, бұл қорада жалғызбысың, жоқ қасында кісі бар ма, деді. Шәлтік кідірместен, жалғызбын. Жалғыз емей, өзім қарауыл шықпын. Мені кім бағушы еді? Шыныңды айт. Әлде басқа тағы біреуің бар шығар? Бұйырмасын. Кім болушы еді? Бұйырмасын, деді. Бұл сөз өзіне ұнап қалды білем. Шәлтік бұйырмасыңды бірнеше қайырды. Келгендер кішкене бөгелеңдеп қалып, жолы болар жігіттің жеңгесі алдынан, деп кекетіңкіреген үнмен, мені тоса келдің ғой, деді. Айша есін жия бастады. Өңі сазарып, сұрланып алды. Тоссын деп кетіп пе, ең қашқын болғанда жоқ. Тосқан болмасақ, бүгін мұнда келмес ең. Әлде тәңір бұйрығы әкелді ме? Қайта өзіме мен тіршілігін адалдан тілегендермен біріккем. Кетерінде арамыз шешілгенді. Жоқ,
шырағым, мен өткіліктен өтіп, сонау Қытайдан текке келгем жоқ. Сүгір намыскер жігіт. Сүгірдің қатыны көзі тірісінде жатқа кетпейді. Дегенде даусы дірілдеп 20 қатая беріп, сен мені бір рет жер қылдың. Енді екі жөніңе көш, болмаса сөз бұзылады. Мен мұнау шал әкеммен ашығып қайыр тілеп жүріп, ақыры міне колхоздан пана таптым. Енді орным осында. Өзімде еңбекші бейнетқордан теңімді таптым. Дегенде сүгір тепсініп кеп сөзін бөліп, Жәркенің жесірін көзі тірісінде сасық Алтыбай алғанын көріп пе ең? Иесі келсе қоңсысы орын босатады. Өз қатыным. Мен байың. Көзіңді ашып қара. Келігіп көрсін. Бір түнде кестіріп кетейін, деп қабағын түйіп қадалып алды. Шәлтік Айшаны ақырын түртіп еді. Бірақ ол да қайтар емес, жоқ. Жарқыным, енді басымды әурелеме, дей берді. Сонда Шәлтік сүгірдің түсі бұзылып бара жатқанын көріп, Айшаның желкесінен түйіп қалып, көзің құрғыр, кіммен сөйлескеніңді көрмей тұрсын ба, түге мен берген байың осы. Осыныкісің, деп дүрсе қоя берді. Айша бетін баса беріп, ақырын ғана, жоқ. Жоқ, өлсемде жоқпын саған, деп төмен шөгіп отыра берді. Сол кезде сүгір шалды жетектеп алып шығып, есікті жапты да, тыстағылардың жанына келді. Бәрі жан-жақтан қамап тұрып, Шәлтікке тағы да бірнеше сұрақ берді. Ақыры жирен байталға мінгізіп жатып, сүгір оңашарақ шығып, ата, мен сүгір балаңмын. Баяғы туысым бір деген ниетпен келіп ем. Артымнан 21 бәрі жау боп өре тұрыпты. Сол аямас жауымның бірі ана колхоз бастығы Қатпа ғой. Менің барар жер, басар тауым жоқ. Жауда болса өзіне қайта кеп тұрмын. Адастым, бірақ қайта келдім. Аяр деп ойламаймын. Сонда да өз алдына келдім. Бір Жәркенің баласы ек. Өзіне ғана хабар айт. Не қылса да өз қолымен өзі істесін. Осы арада хабарын тосамын, деді. Шәлтік үн қатпай тыңдап тұрды да ақыры, құп, деп бірғақ ауыз үн қатып тебініп жүріп кетті. Енді белі шойрылмай ма немене, ширап апты. Біраз жүріп баздың қарасы үзіле бергенде артына бір қарап Апайталдың басын ірікті де, ойлана қалды. Қатпаға барам ба, басқаға барам ба? Жаңа келген адам болса да, осы көпке қайырымы, қабағы бөлек анау Самат еді. Мұнау таңертең қасқыр хабарын айта барғанымда да дүңк ете түсіп еді. Қой, осы анаған барайын, деп қой фермасының қонысына қарай, Саматқа қарай беттеп жорта жөнелді. Шәлтік кеткеннен кейін сүгір қайта базға кіріп бір қатар уақыт айналды да, аяғында жалғыз шығып есікті жапты. Сыртынан бағанағы сынық сырықпен тіреу салды. Сөйтті де тобына кеп үндеместен атқа қонды. Өзгелер де аттанысты. Бір топ шоғыр Талдыөзектің қалың шиін сылдырлатып аралап барды да, аздан соң қараңғы түндің тұңғиығына қаралары батып жоғалып кетті. Бас. Бассаңшы аяғыңды. Өзің немене, түгі баяғы бай қатынша әрі жуандап, әрі шабандап барасың мүлде. Деп екінші шабан бригадасы берді. Анандай жерде шелек ұстап келе жатқан Дәметкенге бұрылып, қарап алдын тосып тұрып, даурығып күле сөйледі. Екінші жақта 20 қадамдай жерде бұлар келе жатқан жаққа қарай үшінші шабан бригадасы Сатайда келе жатыр еді. Оның қасында бірінші ферманың ең үлкен қырықтықшысы ударник Аяжан да келе жатқан. Сатай көлденеңнен бердіге сүріне килігіп, Дәметкендікі май емес, қайрат қой. Қара жон, балуан адам ғой. Денең толды деп кінәлама, деп Аяжанмен қосылып, ойнап күле бастады. Дәметкен бұларға қарай жете беріп, жөпшендіден ығыспайтын салмақты. Берік жүзбен, біз сол жай басып жүріп ақ сендердің мақтаулы қатындарыңды қанжығаға ұрып байлармыз, деп еркекше кесек үнмен қатты күлді. Күн жаңа шығып келе жатқан мезгіл еді. Талдыөзек даласы әлі жымыжыр. Желде жоқ 22. Айналадағы қалың ши қыбыр етпей қалғуда. Аспанда шырылдаған көп торғайдан басқа өзге жанның көп дыбысы білінбейді. Алғаш тұрған колхозшылардың жаңағы үндері саңғырлап, даурығып шығып алысқа естіліп тұр. Бұлар үйлерінен шығып, 200 қадамдай жердегі қой жатқан қашарға келе жатыр. Осылардай боп мезгілімен тұрған сауыншы, қырықтықшы қатындар, малға баратын шабандар да әр үйден шығып, жалғыз созылып сол қашарға таман беттеп келе жатыр еді.
Дәметкенге әрқашан ет ауыртпай, әзіл етіп сүйкене қалжыңдап жүретін Берді мен Сатай жаңағы сөзін құр қалдырмады. Сатай Дәметкенмен қоса күліп, әйткенмен бүгін күндегіден де шабан басасын ғой, оның қалай деп бірдеме жорамалдағысы келді. Бүгін ұйқым шала. Түнде мектепте болдық қой, иә. Мектеп жазықты болғаны, деп Берді де бір қияс сөзге салғысы келді. Бірақ бұл әншейін дарымайтын құрғақ сөз. Өйткені Дәметкеннің байы жоқ. Ол былтыр өлген. Одан бері де бұған жас балаларын өзі бағып отырған Дәметкенге пәленің бар деп ешкім еш нәрсе айта алмайтын. Дәметкен өзіне сенімді. Сондықтан жаңағы қалжыңдарын елеместен өз бетімен кешегі кешті есіне түсіріп күліп, ойпырау, әрпін жазуға қолы құрғыр тіпті илікпейді. Сонымен үйге келген соң түнде көп отырып, бір пара қағазды түгел шимайлап шықтым, деді. Аяжан мен бұларға енді кеп қосылған өзге қатындар да өз бастарындағы осындай халді көз алдарына келтіріп басын изесті. Берді енді қалжақты қойып, бұлармен түзу сөйлесе бастап, қолыңмен колхоздың жұмысын істеп, басыңды ұмытып кетпе, басыңмен оқу біл, білім ал, көзіңді аш дейді ғой, Самат. Сонда осы колхоз боп істеп жүрген ісіңнің бәрін танисың, дейді. Сөзғақ емес пе, деп Сатай да қостады. Дәметкен ликбез ашарда Самат айтқан сөздің тағы бірін еске алып, бас пен қол ынтымақтассын дейді, деп ішінен дұрыстығына мойын қойса да. Сөздің сыртын үйлесіздеу көріп күліп, олар бір жұмырықтасып, шекелесіп жүргендей, деп бар қатынды тегіз күлдірді. Аяжан мұндайда күле бергені болмаса көп сөйлемейтін. Бірақ анда-санда бір нәрсе айтса дәмді ғып тауып айтқыш болатын. Мектепке бар, оқы дегенді ол өзі өте бір жақсы көріп еді. Сол туралы оңашада өзі боп ойлаған ойының бірін бастап, баста білім боп, қолда өнер боп түзу басып ісі оңып кетсе, ода бір жақсы колхоз ғой өзі, деді. Мұны кей қатындар оп-оңай ұға қоймай, басында күліп еді. Бірақ Берді мен Дәметкен оларға еліккен жоқ. Берді мына сөздің төркінін бағалап, тіпті дұрыс айтасың. Жалғызғақ жақсы колхоз осы адамның 12 мүшесіндей болсын деді. Енді Сатайда әңгіменің дәмін енгізбек боп бәрекелді. Мысалы мына осы бірінші фермада бас анау Самат болса ал мойын. Қол аяқ, ұлы мүше біз болсақ жақсы адамды алсақ, мен бас едім, сен аяқ едің, қол едің деп өзге мүшеге бұлдана ма? Бәрмәне болады ғой, деді. Дәметкен бұл сөздерге ішінен бас изеп келе жатыр еді. Енді өзі де килігіп, бас қайда, аяқ екеш аяқтың бірде-бір саусағына шөгір кірсе қабағы түйіліп үйріле түспей ме? Өз денесі өзіне тәтті, бірінен бірі артықпын, ардақтымын демейді деп Аяжан қайта кірісіп, бір бас, бір тас деген сода. Колхозыңның мағынасы да осы қой өзі, деп алғашқы қорытындысын енді анықтады. Колхозынан айналайын, осы екені рас, деп кексе жасты. Кішкене бойлы Жамалда қостады. Бұрын откочевник боп кетіп, биыл қыс ортасында жалғыз жас баласын жетектеп, шалдығып талып осы колхозға кеп көзі ашылған еді. Япырвау, тіпті сөзғақ мыналарың. Сауат деген осы да. Қарашы тіпті қалай-қалай сөйлейді. Біздің колхозшы қатындар деп Берді шын сүйсінеді. Саматтың тәрбиесі, жолың болғыр өзі тіпті жақсы келді-ау. Ырыс болды-ау осы колхозымызға деп Сатай ферма бастығы Саматқа көптің алғысын айта бастап еді. Бұл ферманың газет оқитын көзі ашық жиынға барғыш сергек жұмыскерінің бірі Берді еді. Ол енді өзгелерінен көрі азырақ бойлай қарап, жалғыз Самат деме, түбі төркінін айт. Оның аты жаңа басшылық. Кешене күйге түсіп еді осы колхоздың елі. Арқа еті арша, борбай еті борша боп кетпеппе еді. Откачевник боп дегенде барлық қатындар жабырлап күңірене жөнелгендей болды. Өй, аты құрсын откошник дегеннің. Не көрмедік, өлдік, талдық дегенде көзімізді ашты ғой. Панасына кеп едік. Туған баласындай маңдайымыздан сипап бауырына алды ғой. Берді даусын көптің дабырынан зорайтыңқырап, енді міне 4000 қойы бар колхоз, қойғана дейсің-ау, алтыны бар колхоз дейсіңші. Мұндай асыл мал кімде бар, деп Сатай көтеріле түсті. Жеке меншігінде 115 үйдің 500 қойың бар. Сиыры жоқ үйің бар ма, кім болсын? Сонда бір құдай атқан жалқау болмаса, десіп жұрттағы дабырлады. Міне бас көп, басшы көп орнын тауып еді. Бар денеңнің сарайы түзеліп сала берді.
деп берді сөзін тұжыра бастады. Бұл уақытта жұрт қашарға жақындап қалып еді. Үлкен жақсы қашардың сол жақ бұрышынан бұларға қарай беттеп Қасен шықты. Дәметкен қалжыңдап даурыға күліп, бас орында болмаса міне көз, колхоздың көзі де орнында. О да міне ашылып қарап тұр, деп Қасенді нұсқағанда. Қатындардың бәрі тегіс үп-үлкен денелі. Соқталдай жігіт Қасенді көз ғана дегенге мәз болысып күлген еді, көз екені рас. Ферманың оқыраны көз емей немене деп Аяжан Қасенге қарап, иә, солай ма, көз қайным. Қасен аңырып, не деп келеді? Осы дегенде жұрт тегіс тағы да ду күлді. Иә, соны айтамыз, малың аман ба деп дәметкен қашардың орта есігіне қарай басты. Барлық келуші бар, Қасен бар. Бәрі де орта есіктің тұсындағы төбесі ашық қашарға жақындап келді. Қасеннің де келгені жаңа еді. Мал түгендеуге бригада бастықтарын тосып тұр екен. Бұлар ашық қораның шарбақ есігіне тақап-тақап келгенде, қалың қойдың ішінен қара көл, ленкл саулықтары әр алуан үнмен маңырап қоя берді. Әр бұрыш, әр қорадан бірінен бірі іліп әкетіп жатқан амандасу үні сияқты көп қой ешкілердің маңырауы басталды. Кейбір қойдың маңырауы дәл бірдеме туралы қадағалап жабысып, жауап тілеп, сұрақ беріп тұрған маңырау сияқты, қайта-қайта бір үнмен қадала сұрағандай болады. Қозылар, ешкі лақтар да әр қайсысы өзіне бәлек үндермен ендігі таңын қарсы алады. Колхоздың оянуы осылайша басталған еді. Осы таңда, дәл осы кезде бағанағы базда шәлтік екі қасқырмен айналысып жатқанда Талдыөзек колхозының ең үлкен фермасы. Бірінші фермада дағдылы, мағыналы еңбек күні осылайша оқыран бастығы Қасен мен берді. Сатай тағы басқа шабан бригадалары мал түгендеуге кіріскенде дәметкен мен басқа сауыншы қатындар сауын қойларын ярмо ағашына қосақтауға кірісті. Аяжан мен өзге қырықтықшы қатындар сол ашық қораның бұрышындағы қырықтық шарғына кеше мұқалып қалған қырықтықтарын қайратып жатыр. Колхоздың ірікті малы асыл тұқым ақ ешкі мен ленкол, қара көл қойлары болатын. Мұның бәрі асылдың ішінде аса бір өсімтал тұқымдар болумен қатар шетінен сүтті сауын болатын. Сондықтан колхоз былтыр бұрынза қайнатса, көп қып май айырса, биыл әдемілеп тұрып неше түрлі голландский, тельзеци деген сырларыңды да өздері жасайтын болған. Айша сол сыр қайнатушы маман әйелдің бірі болған еді де. Әр жердегі сыр кептіретін баздарды да өзі қарайтын. Соңғы 10 шақты күн бойында колхоздың биылғы сырларын қалаға жіберту үшін ол ферма басынан колхоздың орталығына барып тұр еді. Колхоздың көп табысының бірі сүті болғандықтан, мұның қойы екі сауылады. Бірін осы таңертең ертемен сауады да, екіншісін кешкі жайылыстан соң сауады. Күндегі осы сияқты қаракеттен басқа соңғы кезде қырықтық араласқан. Қазір оның аяқтап келген кезі еді. Жайшылықтағы сауыншы әйелдің көбі осы кезде сол қырықтыққа ауысып жүреді. Жаңа қашарға келген жұрт бір сәтте сол өздігі өз жұмысына орала кетті. Дәметкен күндегі машығымен қосақтағы қойдың тор жағына түсіп 3 қойды сауып болып. Енді ақ ешкінің біріне қарай жылжып келіп желінін ұстай беріп еді, шошып кетті. Қолына ешкінің бір желіні екеу боп қақ жарылып ілінді. Ешкі де тыпырлап, арты шумейіп, ауырсынғандай боп жаталақши береді. Үңіліп қарап жібергенде дәметкен өз даусының қалай шыққанын байқамайда қалды. Жаратқан сұмдық-ау, мынау не еді деп баж ете түсті. Даусы соншалық қатты шыққан екен, өзге жерде сауынға отырған қатындардың бәрі атып-қатып тұрды. Дәметкеннің алдындағы ешкінің желіні тап ортасынан сара тілініпті. Біресе сүт тамшылап, біресе қанды ірің тәрізді уыз шығып тұр. Жаным-ау, не сұмдық, ойпырғау, не пәле келді деп барқатын жапырлай бастады. Дәметкен үндеместен қосақты жағалай жүріп барлық қой, ешкінің желінін түгендей бастады. Өзге қатындарға да соны бұйырды. Солғақ екен сауыншы әйелдің бәрі де әр жерден ойбай, мұнда да сол сығыр шынақ, мынаны да тіліп кетіпті, төбеңнен ұрғыр қандай жау екен. Мынаны көр, десі бәрі де әр жерден өздері өз болып көрмеген сұмдық бір қаскөйліктің ізін тауып жатыр. Дәметкен өзі санаған қосағынан 10 шақты жаралыны тапты. Сондай боп тұралап, сенделіктеп тұрған 20 шақты қой, ешкіні өзге қатындар да тапқан еді. Әйелдер есі шығып, шын шошынып, күйінуден зар қақсады. Келді ғой тағы бір пәле, болды ғой бір қырсық.
Қайран көзімді ашқан колхозым, тағы не күн туа бастады басыңа, деп Жамал өксіп-өксіп жылап та жіберді. Дәметкен есін жаңа жия бастап еді. Уа, қой әрі үрбеймай, қайда әлгі охраны, қайда бастықтар, жүр, түге, деп бар қатын түгел тысқа шықты. Бұл кезде Қасен мен Сатай қошқарларды түгендеп шығарып жатыр екен. Екі қошқардың белі шойырылып баса алмай тұр. Оны бөліп қойыпты. Қорадағы қошқардың бары жартылап қана шыққан екен. Мыналардың дыбырын елемей Қасен мен Сатай есікке жақындап келген қара көлдің бір көк қошқарын қадала қарап тұр еді. Тақай бергенде Сатай мойнынан ұстап тартып алып шықты. О да шойырылып артын баса алмай жатыр. Үш қошқардың дерті бір, жаным-ау, мұның бәріне не пәле келді болды деп Сатай аңырды. Індет дейін бе, не дейін? Өздері тарттырған қошқар тәрізді басады ғой, деп Қасен қошқардың астына үңілді. Қолын жіберіп байқай бастады да, ойбай, ұрған екен қырсық. Мынау жаудың қолы ғой. Тартып кетіпті, деп сенделіктеп бойын зорға көтерді. Қатындар бұл кезде мыналардың қасына кеп қошқардың аңысын аңдап тұр еді. Енді масқара бопты. Ендеше, әне 30 қой мен ешкінің желіні тілініп қапты, деді дәметкен көріңде өкіргір. Қандай ғана дұшпан екен, осы желіндерін қақ бөліп тіліпті. Ұлың бар, қызың бар, мұндай пәле, мұндай сұмдықты естіп көріп пе ең, деп жапырлап сөйлеп, қатындар тағы шуылдай жөнелісті. Қасен бір ауыз сөз сұрауға жарамай, бар пәленің зор көлемін бір-ақ түсініп, салмағына шыдамай белі майысып кеткендей боп жерге шөгіп, жүрісінен отыра қалып, сорлы болған басмай. Маған келген қаза ғой мынау. Үйткенше өлсем еттім, деп өңі бір сәтте құп-қу боп кетті. Көзінің жасы моншақтай ағып жерге бірсін-бірсін домалай түсіп тұр. Оқиға қазірғақ бар фермаға мәлім болды. Берді бастаған өзге бригадалар да, аяжандарда тегіс жиылған еді. Әттең қандай ғана қара бауыр екен, қан жұтқыр қандай қаскөй екен. Әттең осы дұшпанды қолға берсе ау. Аткеншектен ел боп кетті. Жұрттың алдында түсті дегенді көре алмаған тап жауы. Нағыз қанды көйлек байбаңның ісі ғой бұл, деп өзге көп дағдарып, қан қақсаған топтың ішінде тұрып берді сөз қатты. Тартылып қалған қошқар бесеу екен. Қаза көрген қой, ешкінің бәрі қазіргі ерекше бір жауыз зұлымдықтың айғағы боп белдері бүкшиіп, жүндері үрпиіп анда-санда жалынғандай маңырай түсіп бөлек тұр. Жау ісі. Кескілескен жаудың қолы мынау деп Сатайда түнерулі еді, ал жау. Бірақ бұл қайдағы жау? Сырттағы ма? Іштегі ме? Қайдан сабетті? Аяжан көп алдына бір сұрақ қойды. Бәсе кім? Күзет қайда? Охран қайда? Төбеңнен ұрғырлар нені қарады? Не күзетті? Кімдер еді? Өзі бүгін түнде деп кейбіреулер Қасенге қарай төнді. Қасенде үн жоқ. Басын қос қолдап ұстап, жас балаша еңіреумен отыр. Бұған үнсіз ғана қадалып, түйіліп тұрған жұрт қастарына ферма бастығы Самат кеп қалғанда, біраз серпіле берді. Ол барлық жайды естіпті. Аш бетті, арықтау келген сұлуша қара жігіт Самат аяқта жылдам басып, ыңғайлы аттай лып-лып етеді. Үстінде тап-таза ақ көйлегі бар. Жанында тапанша. Аласа қыпқырған қара шашында ылғи тікейіп тұрған қайрат білінеді. Неге болса да жаситын жас сияқты емес. Фермада мұның алдында болған бірнеше дағдарыс қиыншылықтарға келгенде, ол жұрттың өрекпіген бостығын ап-оңай баса қойып, шығар жолды жарқ-жұрқ еткізіп таба салғанды. Мынандай боп, көпшілігі қайратпен ойдан айырылып тұрған жұрт, енді оны көргенде тап-таза боп оттай жанып тұрған түрінің өзінен ақ көп сүйеу алғандай болды. Іштері жібіп, ол келсе бір нәрсе орнына түсе қалатындай тегіз дәме қыла, жамырап қоя берді. Самат біраз үндемей тұрып жаңағы сияқты сөздердің бәрін де тыңдап алып, ақыры өзі барып барлық қой, ешкі, қошқарлардың жараларын көрді. Аяғында топқа келе бере Қасеннің еңкілдеп жылап, көзінен жас ағызып отырған түрін көріп, қасына жетіп келді. Ой, мынаныкі несі деп иығынан тартып, бала боп кеткенбісің ей, сен Қасен, деп жұртқа қарай берді. Қайтсын байғұс, күйген қой. Охран ғой, деп дәметкен сұрлақып, тамсанып қабағын түйген еді. Бағанадан Қасенге жаны қатты ашып тұрған осы еді. Самат айналып дәметкенді көрді де, өзге қоралай тұрған жанның бәрінің түсіне жалт-жалт қарап жағалай көз салып өтті.
көпшілік түсі күңгірт. Дәметкенді де қостамайды. Қасен туралы да үн қатпайды. Самат сол жерде жұрт күтпеген халде сақсақ күліп жіберіп, еңкейіп Қасенді жұлмалап тұрғыза беріп, «Ой тәңірі, жаман неме екенсің ғой өзің. Бұл апат үшін жауап беретін жалғыз өзім деп отырмысың? Алдымен жауап беретін мен міне. Не көрсең менімен бірге көресің, ол бір. Екінші, Кеңес өзінің колхозшы батырағына сенеді. Жерге тастай алмай жүрген Қасендері жоқ. Сен қайдан шықтың, кімсің? Оны жұртшылық біледі. Қой, қазір мұна сұмпиған пішініңді, деп Қасеннің жасын тыюмен бірге тағы күліп ап, енді қатындар жағын қоса күлдіріп отырып, ойбай, ұятқай. Мынаны Айша көрсе не дейді? Қайда өзі Айша дегенде бірнеше әйел даусы, ол колхоз басында ғой. Әлі сонда. Қайтқан жоқ қой, көрсе күлетіні рас, деп дәметкен бастаған бірнеше қатын күлісіп, Самат мінезіне қатты сүйсініп, дән ырза боп қалысты. Осымен Самат өзге топқа, ал жолдастар. Аптықпай, саспақ өзіңнің жұмысыңа барыңдар. Мұндай қиыншылықтар болатын. Бірақ бәрінің де төркіні табылып, күлметі ашылатын. Кеңес еңбекшісінің алғаш көрген қоқайы бұл емес, болды сол, деп жұртты тыйып тыныш, сабырлы, салмақты үнмен сабасына түсіріп тарта берді. Сонымен барлық жиын енді тарқай беріп еді. Бір мезгілде қастарына колхоз бастығының орынбасары қаша жетіп кеп қапты. Бұрыннан естіп келді ме, жоқ жаңа ұғынып алған ба, әйтеуір жайдың бәрі оған да мәлім сияқты. Шұбар жүзі қанын ішіне тартып, сұрланғандықтан теңбіл боп кетіпті. Қабағы тас түйілген, үндемей кеп Саматқа қол берді деді. Бұл бір кісі емес, контрреволюция шайқасының ісі. Мұнда ұйым бар, деді. Самат өз байлауын әлі жасаған жоқ еді, кім білсін? Қайдан кеп, кім істегенін, дегенде қатпа шаншыла қарап, кім білсіні жоқ. Байқулақтың ұйымы. Оның бір тамыры осында. Енді соның ініне су құямыз, деді де көпшілікке, сендер тарай тұрыңдар. Барыңдар. Жұмыстарыңа кірісіңдер, деп Саматқа қырындау бұрылып, бұл не осындай істі топқа салып талқылап тұрғаның, деп бір қойды. Жұрт жылысып тарай беріп еді. Қатпа көппен бірге қозғалып бара жатқан берді мен Сатайға, Сатай, берді, сендер мұнда қалыңдар. Әуелі актив боп сөйлесейік, деді. Көппен бірге Қасен де жүріп кетті. Өзгелер әбден сейіліп, төртеуі ғана қалған соң, Қатпа Саматқа бұрылып, жә, мұны кімнен деп білесің, кімге жабыса қояйын қазір? Пәленше деп бұл сағаттың ішінде ешкімді де атай алмаймын, деп Самат қабағын шытты, кадр сенікі. Іс сенің фермаңда болып отыр. Большевиктік қырағылғын қайда? Сезікті кісің кім? Отырамыз ба енді жауды еркіне жіберіп? Жоқ, әлде қашқанын күтейік пе? Бұл шекара екенін білесің бе, ал білгенде кімді бас салайық? Кім, деп Саматтың дауысы қатаңдай берді, әлі сезбедің бе? Өзің қызық екенсің ау. Жаңа адамның бәрі міне осындай болады, деп берді мен Сатайға қарап, істің тамырын ұқпайды да, мезгілімен қолданатын шараларға бөгеуіл жасайды, деп қынжыла бастады. Самат бұған бұрылып, қадала қарап отырып, олай болса ескі адамсың, өзіңнің сезгенің бар шығар, айт, кім кінәлі деді, білмесең мен айтайын. Бірақ сен осы арада басшылық етіп тұрған соң керетін жайларды көріп, сезіп жүрген шығар деп ем. Жаным, айтсаңшы енді білгеніңді, деп Саматтың шыдамы таусыла бастады, ендеше мына охран бастығы Қасен. Міне тап жауыңның бір ұшығы осында. Осыны қазір ареске алдыру керек, деп жарып айтып салып, Саматқа ода қадала қарады. Самат бағанадан бергінің бәрінің арты осындай бірдемеге соғатынын тосып отырса да, дәл мұндай тұжырым жасалмас деп еді. Біраз таңдана қарап, аяғында Сатай мен Бердіге бұрылып, сен екеуіңнің пікірін қалай, деді. Сатай алдымен үн қатты, дәл бұлай деуге ауыз баруы қиын сияқты. Өзі қара табан батырақтан шыққан. Өзіміздің төменнен өсіргеніміз. Бірде бір сезікті жаман қылығы болған кісі емес, жау саған сездіріп істейтін шығар. Осы күнгі жаудың астыңнан қырыққанын сезер болсаңдар, бүйтер ме едіңдер, деп қатпа-қатты ашу шақырып, шын күйінген жүзбен ақыра сөйлеп жіберді. Сатай содан ықты ма,
Жоқ, сезінің аяғын тек осымен бітірмек пе еді. Әйтеуір аяғын екі ұдай қып, бірақ кім біледі. Кепіл болуға бола ма, деді. Берді, мұнша екі жарылған жоқ. Тергетіңдер. Ақ болса ашылар. Мұндайды тергеу орны ашпаса кімнің көзі жетеді, деді. Саматтың бұдан да күтпеген жауабы еді. Бірақ Қасен жайындағы оның өз түсінігі басқа, сондықтан ұзаққа созбай, Қасен өйтіп құрбандық ететін кісі емес. Мен қарсымын. Жаппақ түгілі сезікке алғаңда да мүлде қарсымын, деді. Бұған қатпа барынша күйініп, шыдамынан айрылып атып тұрып, әрлі-берлі жүріп кетіп еді. Енді Саматқа қадала қарап, сен өзің кем қойғанда апартоншыл екенсің. Мен жауаптылық қарызымды ұмытпаймын. Бұл істі барарына барғызамын. Қазір ауданға барам, деді. Самат бұл араға келгенде алғаш рет осыны әңгіме бойында шындап ашу шақырып. Қасен жабылмайды. Өйткені бас бұзарлыққа жол берілмейді, жолдас. Дегенде қатпа жұлып алғандай жауап беріп, бағанадан көмейіне кеп тұрған сөзін тіптіке ірікпей соғып, бас бұзарлық шылын ендеше. Тамам байды откочевник деп жиып ап, бәрінің былығын бүркеп осы күнге дейін сыр бермей, басқармаға дәнеңе білдірмей, тап жауының қойыртпағын қостап отырған сенің өзіңсің. Дегенде Самат атып тұрып, шатпа, енді жетті, кеңеске менен до шығарсың, деді. Анау кекете күліп, адыра қал. Өмір бойы Байкулакпен алысып, осы ауданның тап жауын құртып келгенмен емей сен шығарсың. Бәлем күлметіңді ашып, алдымен сенімен болармын, ендеше.